қолы да мықты болатын. Осы кісінің қол астынан істеп жүргенде барып, ағаңа барып мына қағазды беріп берші деді. Мен келіп едім, ана бір әйел шықты, бойы биіктеу. Ғабит саған келді деді. Сөйтсе Ғазиза апамыз екен кейінгі несі, жұбайы кейінгі зайыр. Мен сол одан кейін екінші дауырханада кездестім, бір қағаз бар, қол қоюға. Жоқ, үш рет кездестім. Үшінші ретінде мен амандасқан жоқ, мына балалар сияқты қасымда тұр едім, фотоға түсіріп алыпты. Сол фото қазір егемен Қазақстан, бұрынғы социалист Қазақстанға шықты. Бірнеше адам, ішінде менің де шекем, құлағым қытиып тұр. Сондықтан бұл ғабең, ұлы адамдар кейде өзі түсініксіз болады. Ұлы адамдардың бәрі керемет, бір түсінікті деуге болмайды. Кез келген халықтың ұлы адамдарында түсінбейтін бір жағдайлар болады. Оның бәрі ақын күдер үзбек деп, мұңын шақты Мұқағали ғабеңе, онда тұрған құпия жоқ дәнеңе, сөз қадірін түсінгендер азайып, өлең сөзден өшемеді өнеге. Мұқағали өлеңдерін бағалап, ғабең ылғи сүйсінетін қабағат. Дәл мынадай екеу ара ой кешу, дидар қайып, әлем ашты қаламат. Үлкен ақын Мұқағали дау барма, уитменді қалай шебер аударған, қара өлеңнің қасиетін шын ұғып, Дантеменен шыққан екен заңғарға. Ғабең жиі Беломорды тұтатты, өзі жонға қолын алып бұтақты, аққулардың қолжазбасын парақтап, арасында браво деп тіл қатты. Өлең оқып Мұқағали өр асыл, өрнек ашып өзгеше бір жарасын, ғұмыр мәнін өлшеп қойған ақынға ғабең сонда ұзақ сынай қарасын. Мұқағали сырын төгіп жырында, бата күтіп отыр бәлкім мұрындап, шым-шым ойға бақты өзі жүретін, шалға келіп жолықсам деп бұрында. Сөзден сарай соққан асыл қазынам, саған ауыр тимесе екен базынам. Мен де менің ойнаған рөл кішкене ғана Құнияз деген ақсақалдардың Қасым Жәкбаев, Алтынбек Кенжектердің қасында сол кезде осы нәр гауһар әпкелерімізді келгенін көріп жүретінбіз. Рай апамыздың қасында жүріп, Жас абай деген спектакльде ойнадық, сол ұлпанда бірге ойнап жүрдім. Кейіннен менің тағдырыма осы Ғабит Мүсіреповтің де рөлін ойнау бұйырды. Осы айтар арызымызды қабыл алсаңыздар дейтінім бар. Şahaya